Балалар, олай болса, енді келесі сабағымыз біздің қазақ тілі екен. Олай болса, қазақ тілі оқулығын алайық, дәптерін алайық. Қазақ тілі оқулығынан 80-ші бетті ашамыз, ал дәптерімізге бүгінгі күні жадын жазаймыз. Олай болса, тақтаға қарайық, балалар. 14 сәуір сынып жұмысы Г дыбысы, яғни Г әрпінің үлкені және кішкентайын салып жазады екенбіз. Енді төмендегі сөйлемді қараймыз. Ғарышкер ұшты. Балалар, біздер өткен сабағымызда дара және күрделі етістік өттік. Дара және күрделі етістіктің ережесін естеріңізге түсіріп алыңыздар. Балалар, егер білмей қалсаңыздар, естеріңізге түспесе, кітабыңыздың бетінде 79-ші бетте ашып қарасаңыз ереже бар, сол ережеге қарап ғарышкер ұшты. Бұл қай етістік болып тұр? Дара ма, әлде күрделі ма? Соны қаламмен жазарсыздар, балдар. Балалар, бізде үй құстары бар және орманда болатын құстар бар, Қараңызшы, балалар, олай болса, қазіргі мына жерде жаттауды қарайықшы. 26-шы жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Мен сіздерге мәнерлеп оқып беремін. Таспен атып торғайды, ұя бұзған оңбайды. Құс өкпелеп кетеді, бақшамызға қонбайды. Жақан Смақовтың жазған өлең екен. Балалар, бұл жерде өлеңдегі етістіктерді тап дейді. Өлең мазмұны бойынша сұрақ қой дейді. Таспен атып торғайды, ұя бұзған оңбайды. Құс өкпелеп кетеді, бақшамызға қонбайды. Балалар, бұны ауызша орындайсыздар, Олай болса, келесі жаттығуды қараймыз. Келесі жаттығумыз біздің 27-ші жаттығу. 27-ші жаттығуда жаңылтпашты қатесін түзеп жазды. Үміт, түбіт, түтті, түбітті, түтіп, бітті деген. Бұл жерде жаңылтпаштың қатесін түзеп жазды. Балдар, бұл жерде қатесін өздеріңіз түзеп жазасыздар. Етістіктерді тауып, дара не күрделі екенін ажырат. Жақсы, балалар, олай болса 28-ші жаттығуда мәтінді оқып беремін. Бұл жерде бұл мәтінді, бұл жаттығуды орындамайсыздар, тек қана мен сіздерге оқып беремін. Құстардың тұмсығы дән шоқу, жаңғақ шағу, жемістерді жұлу үшін қажет. Кейбір құстар тұмсықтарын ұя салатын немесе тесік оятын құрал ретінде пайдаланады. Қараңызшы, балалар, мұндай құстардың пайдасы туралы топта талқыла дейді. Енді сіздер үйде талқыласаңыздар болады бұл құстар. Мысалы, мына суретте көріп тұрған құс қандай құс? Жарайсыздар, тоқылдағы, ол орман емшісі деп аталады. Жақсы, балалар, олай болса 29-ші жаттығуда өз аулаңдағы құстарды бақыла. Сонда байқағандарың туралы шағын мәтін құрап жазды. Енді кейбір балдарымыздың үйінде бар, құстар, тауық бар, қаз бар. Мінеке, балалар, егер жоқ болып жатса, онда өздеріңіз естеріңізге түсіріп, тауық туралы жазсаңыз болады. Жақсы, енді келесі 30-шы жаттығуды қараңызшы, балалар. Қандай сұрақтар тұр? Не істеді, қайтеді? Сұрақтарына жауап беретін сөздерді топтастырып, себебін дәлелде дейді. Балалар, олай болса, екі топқа бөлеміз. Бірінші, не істеді, қайтеді? Сол сұрақтарға жауап беретін сөздерді екі топқа бөліп жазасыздар.
Мінекей балалар, олай болса біздің дара және күрделі етістіктің ережесін жаттамағандар жаттап аламыздар, а жаттағандарыңыз болса өте керемет балалар болғансыздар. Мен балдар сіздерді өте жақсы көремін. Сіздерге тек қана сәттілік тілеймін балдарым. Сіздер аман болыңыздар.